Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен жаздың күнінде өте ағзаға пайдалы, витаминге бай сусын айс-ти дайындаймыз. Салқындатып ішсеңіздер, дәмі өте керемет болады. Апельсинімізді, лимонымызды, алмамызды барлығын осылай турап аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Ең бастысы турасаңыздар, арасындағы сөлі бөлініп, дәмі керемет болып шығады. Басқа да жемістер қоссаңыздар болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша осылай жалбыз қоссаңыздар да болады. Барлығын осындай үлкен ыдысымызға салып, менде шамамен мына жерде бір 5-6 литрдей шығады. Үстінен суымызды толтырып құйып аламыз. Және де үйде менде кішкене шие бар екен, шиені қостым, қант қосып, барлығын жақсылап бір араластырып, отымыздың астын қатты қойып бір қайнатып аласыздар. Сусынымыз толық қайнағаннан кейін үстінен каркаде саласыздар. Каркадені шамамен 10 минуттай қайнатып, осылай видеода көргендеріңіздей каркаде менде кез келген дүкеннен сұрасаңыздар береді. 10 минут қайнағаннан кейін газымыздың астын өшіріп, жемістеріміздің бәрін сүзіп алып тастаймыз. Жемістерді жесеңіздер де болады, енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осылай қызғылт түске енген, одан кейін суығаннан кейін графинімізге құйып ұсына берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.